Аллаға шүкір, Қайнарбұлақта дым жоқ. Газдың трубаларының тұрғанына 20 жыл болды. Әлі газ кемеген өтірік отчет ретінде қойып қойған. Мына столбыларды бұны да макет ретінде қойып қойған. Бұның көлеңкесінде әбетте отырып шай ішеміз біз. Свет келген жоқ. Қайнарбұлақ деген Шымкент қаласына кіреді. 50 үй бір трансформатор светпен отырмыз. Аллаға шүкір, әлі көмір жағамыз. Жолдың сыйқы мынау. Міне. Ал су жоқ деген проблеманы айтпай-ақ қояйын, себебі біз қарға тойып отырмыз. Қар жесең же, сарысын жеме дейді. Құрметті жоғарыда отырған ағалар, аш бала тоқ баламен ойнамайды. Біз сіздермен ойнайтын кезіміз келді. Футбол ойнасақ болады мысалыға. Себебі бізде доп бар, допқа беретін ауамыз бар. Құдайға шүкір, ауа бар бізде. Ауа, басқа дым жоқ болса да, ауа бар. Әбет келген не жасайын дегеніз, қардан манты жасай сал. Ас болсын достар, ыстықтай қалыңдар кәнеге. Тұзы сәл аз болыпты. Басшылықтарға мың алғыс. Жасай беріңіздер, қазақ елі.